Бәріңізге сәлем. Бүгін біз важный шоколадный торт жасаймыз. Бірінші 3 жұмыртқа және тұз, одан кейін қантымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Ал одан соң қаймағымызды салып миксерлейтін боламыз. Одан соң пісте майымызды салып миксерлейміз. Болғаннан соң ұнымызды саламыз. Одан кейін какаоымызды салып аламыз. Және де разрыхителімізді салып, жақсылап араластырып миксерлеп аламыз. Болғаннан соң кипяток құямыз. Міне араластырып алдым. Енді 2-ге бөліп пісіретін боламын. Крем дайындаймыз. Бұнда менде 4 белок және де қант. Оны бірінші қайнатып аламыз. Одан кейін суығанша миксерлейтін боламыз. Міне осылай жақсылап көпіргенше миксерлеп аламыз. Болғаннан соң ерітілген шоколадымызды алып саламыз. Араластырамыз. Одан кейін комнатный температурадағы сары майды саламыз. Ал енді жинаймыз. Мен 4 бөлікке бөлдім. Осылай жинап аламыз крем жағып. Болғаннан соң бетіне үгітілген шоколадтарымызды сеуіп қоямыз. Міне біздің шоколадный влажный тортымыз дайын. Ұнап жатса лайк басып подписка жасауды ұмытпаңыздар. Ас болсын.